Адамның бақытын ұрлайтын үш қақпан: өткенге өкіну, болашаққа алаңдау және бүгініне шүкіршілік етпеу. Адамдар не ойлайды деген ой сіз үшін ең соңғы орында болсын, себебі адамдарға бәрібір өмір сіздікі. Адамның ең биік қасиеті ол таза ары. Адамның жолын байлап алға талпындырмайтын екі тежегіш бар: ол қорқыныш және көрсе қызарлық. Бойыңыздағы жаман ойларды, жаман әдеттердің бәрін өзіңізден босатыңыз. Сонда жақсылық өзі-ақ сізге үйір болады. Егер біреуді мақтағыңыз келіп тұрса, мұны дереу іске асырыңыз. Мақтаңыз, қолпаштаңыз. Ал егер сіркеңіз су көтермей тұрса, біреумен ұрысқыңыз келіп тұрса, онда асықпаңыз. Бұл істі ертеңге қалдырыңыз. Мүмкін ойланарсыз және бұл ісіңіздің қателік екенін түсініп жетерсіз. Бақытты адам болғың келсе, өткенді қопара берме. Сүйегі жоқ балық болмайтыны сияқты, кемшілігі жоқ адам болмайды. Әрдайым күлімдеп жүрсеңіз, өмір де сізге күліп қарайтын болады. Бағалай білмегенге бақ қонбайды, қуана білмегенге құт қонбайды. Кешегі күнге сабақпен, бүгінгі күнге мақсатпен, ертеңгі күнге нақтылықпен қарау керек. Ақымақ болмаңыз, алдыңызға мақсат қойыңыз, ал сол мақсатқа жету үшін ерінбей еңбек етіңіз. Үш нәрсе қайтып келмейді: уақыт, сөз, мүмкіндік. Сондықтан уақытты жоғалтпаңыз, абайлап сөйлеңіз, мүмкіндікті жіберіп алмаңыз. Мынандай адамдардан аулақ жүр: арсыздықты батылдық деп ойлайтындардан, жұмсақтықты қорқақтықпен шатастыратындардан, көп сөйлейтінді дана дейтіндерден, үнсіздікті надандық дейтіндерден. Өзіңде байқамап па едің, арыстан үнсіз жүрсе де, ол аңдардың патшасы. Ал иттер қанша көп үргенімен, иттің аты бәрібір ит екенін. Ешкімге басыңа шығуға мүмкіндік берме. Себебі бір адам басыңа шықса, оның соңынан тағы жүздегені кезекке тұрады. Көп сөйлемейтін адам даналыққа жеткен адам. Егер сіздің достарыңыз аз болса, демек өмірден үлкен сабақ алған жан екенсіз. Жақсылықтың қадамы ұзақ, барар жері алыс. Арамдықтың адымы қысқа, барар жері жоқ. Бәрін дұрыс жасауға қанша тырыссаң да, сені қате түсінетін адамдардың табылары хақ. Әркімге бір жауап қайтарып, өзіңді құр шаршатпа. Адамдардан көңілім қалып қапаланбайын десеңіз, иллюзиядан арылыңыз. Олардың әрқайсысын өз болмысымен қабылдап үйреніңіз. Бәрібір дүниеден кемшіліксіз адам болмайды. Әрине, өмірде жақсы адамдар көп, бірақ олардың да кейде пенделікпен қателік жасайтынын есіңізден шығармаңыз. Өзін шынайы бақытты сезініп, өзін тапқан адам өзгенің пікіріне деген тәуелдіктен арылады. Бір түрлі болудан қорықпаңыз. Неден қорықсаң, соған қарай жүр. Өйткені қорқынышта қарсы тұрар күшті сол жерден табасың. Ақымақ бұзуға барда, түзеуге жоқ. Біз жауапкершілікті өз мойнымызға алғанда, уақытты босқа өткізуді доғарып, шынайы өмір сүре бастаймыз. Бүгін сезінген ауыртпалығың ертең күшіңе айналады. Ең тамаша әрекет бақытқа қол жеткізетін еркіндік. Бізді шектейтін жалғыз нәрсе бұл біздің ойлау қабілетіміз, сенім жүйеміз. Егер біз өзімізді лайықсыз, керексіз, жарамсыз деп өз-өзімізді гипноздауды, сендіруді доғарсақ, біз өзіміз қалаған нәрсені ала аламыз. Арман мақсатқа жете аламыз. Өзіңді бір нәрсеге байланған сияқты сезінбеңіз және өзіңізді шектемеңіз. Адам
өз сенімінің құлы. Ендеше ең жақсысына сенейік. Сен өзіңнен бақыттырақ адамды көрмейінше бақыттысың. Өмірді жақсы көр, себебі оны Алла тағала жаратты. Өмірде жүрген өзің сияқты адамдарды жақсы көр, себебі оларды да Алла жаратты. Адамның жаратқанын жақсы көр, себебі оларға жаратуды Алла үйретті. Сонда адам нені жек көруі керек? Алланың жауы болған шайтанның сыбырлағанын. Жаратушының заңдарын зерттеп, меңгерген соң өмір бақытқа толы болады. Бірақ ешкім өтірік уәде бере алмайды. Мен ғана сені бақытты ете аламын деп. Өйткені адамды бақытты ету мүмкін емес. Адам өзі бақытты болуды үйренуі қажет. Алланың жаратқан өмір заңдылығы бойынша дұрыс ойлауды, өміріңнің сапасына тек сен ғана жауаптысың. Істегісі келетін адам мүмкіндік, ал істегісі келмейтін адам сылтау табады. Егер нәтиже қажет болса, оған өзіңіз талпынып, қол жеткізіңіз. Өз өміріңізге жауапкершілікті алу, діттеген мақсатқа қол жеткізу үшін бәріне де дайын болыңыз. Құрметті көрермен, қазақ тілді арнаны қолдай отырыңыз. Лайк басып, коммент қалдырып, достармен бөлісе кетіңіздер. Қарағандарыңызға көп рахмет.